Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз подкаст кешінде біз біргеміз тақырыбы бойынша оқушылармен бұл тақырыпты қозғауға жиналып отырмыз. Подкастқа қош келдіңіздер. Менің атым Байсары Қанат. Бүгін қонақта 9 сыныптың оқушылары Амира және Жанайым. Қош келдіңіздер. Сіздерді сабақтан тыс шақырғаным сәл қиындау болмады ма? Жақсы, хорошо. Көңіл-күй бүгінгі сіздерде қалай? Бәрі жақсы. Олай болса бүгінгі басты тақырыпқа кірісейік. Сіздер біз біргеміз акциясы туралы бұрын естіп едіңіздер? Иә, біз жаңалықтардан бұл акция туралы естідік. Және де әлеуметтік желілерде көп танымалдық жинады. Иә, мысалы алдыңғы жылдары Instagram, TikTok желілерінде және WhatsApp-тан көп шыққан жоқ па? Жалпы білесіздер ғой, біз біргеміз акциясы немен айналысатынын? Біз біргеміз акциясы ол мұқтаж адамдарға көмектеседі. Яғни мұқтаж адамдарға бір ситуация пайда болғанда, апатты жағдайлар, су тасқыны деген секілді өрт, сол кезде халықтан өздері жаңағы билік өзі де ақша жинап, адамдарға көмектесіп, адамдар жалғыз емес екенін көрсете алады. Бұның бәрі жиналған кезде бір қаншама заттар, қаншама көмек жиналып, қалай жиналып жатқанын, қай жерде жиналып жатқанын көрсең, кей кездері қазақтың халқының күшіне де таңғалып қаласың. Мысалы, алдыңғы жылы тасқында, су тасқыны кезінде Арқалық қаласында қойма ашылды. Темір жолынан пойызбен адамдар азық-түлік жібереді, волонтерлар тасуға көмектеседі, барлығын жинайды, таратады. Сол кезде бір күн мен барып қалдым мен де. Арасында қаншама адамның келіп жиналып көмектескеніне қарап тәнті болдым. Қатты таңғалдым. Негізі сіздер біз біргеміз деген аттың мағынасы туралы не ойлайсыздар? Біз біргеміз жобасында адамдардың көмек сұрағаны ешқандай елеусіз қалмайтындығы, әрқашан бір-бірлерінің жанында табылатындығы, әрқашан қол ұшын созатындары айтады. Соны білдіреді. Келесі сұрағым, сіздердің ойларыңызша, біз біргеміз акциясы басты мақсаты қандай болады деп ойлайсыздар? Айтып өткендей, мұқтаж адамдарға көмектесу, және де біздің қоғамымыздағы бірлік күшін нығайту, көрсету. Бірлік бар екен. Көмек және бірлік. Бірлік пен көмек. Өте керемет. Неліктен адамдар тек мемлекеттен емес, бір-бірінен көмектес сұрап, бір-біріне көмектеседі? Неге бұл керек деп ойлайсыздар өз? Және керек пе барлығы? Себебі олай халықтың бірліктігін көрсетеді. Олар қол қусырып қарап отырмай, жаңағы акиматтан, яғни үкіметтен көмек сұрап қарап отыра бермей, өздері де бірдеңе істей алатынын дәлелдеу үшін деп ойлаймын. Менің ойымша, кейбір кездері үкіметтің қолынан келмейтін заттар да бар. Оған халық та көмектесе алады. Егер бірігіп. Қолынан келмейді болғанда ол ұзақтау уақыт алады көбінесе. Қаражат жетіспеуі мүмкін, адамдар жетіспеуі мүмкін деген секілді. Сол кезде халықтың көмегі өте маңызды. Өте маңызды. Көп рахмет. Келесі сұрағым, сіздердің ойларыңызша, кішкентай көмектің өзі маңызды ма? Негізі көмектің үлкен кішісі болмайды. Егер де адамның көмектесуге ниеті болса, оның өзі уже халыққа үлкен пайдасын тигізеді. Менің ойымша, жаңа Амира айтып кеткендей, көмектің үлкен кішісі болмайды. Ол маңыздысы көңіл дейді ғой. Адамның өзінің адамгершілігін дәлелдейді. Көмектесе алатыныңды көрсете аласың. Кішкентай қаражат болсын, бір заттар болсын. Ол сендерден адамдардан ешкім көп зат салып жіберіңдер, көп ақша керек деп сұрамайды ешкім. Ол адам немен көмектесе алады, сонымен көмектесуі тиіс. Егер қолынан келсе әрине. Сіздер үшін біз біргеміз акциясы, программасы не білдіреді? Біз біргеміз болу біз үшін қиын кезде бір-біріне көмек қолын созу және де бірлікті, әрқашан көмек беру керектігін, жалғыз қалдырмау. Адамдарды жалғыз қалдырмау. Көп рахмет. Бүгінге келіп қонақ болғандарыңызға алғыс айтамын. Осымен көрермендерімізбен қоштасайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.